бізге қазір ең қызығы сыбызғы аспабының құрылысы. Жалпы былай қарағанда бір таяқ қана секілді. Енді біз музыкадан хабар жоқ адамдар болғаннан кейін бізге ол өте қызықты. Дауысы деген енді жаныңды елітіп әкетеді. Не себепті дауысы осылай шығады, және құрылысы қандай? Негізі жалпы сыбызғылар түрлері болады. Оның бірі қазір қолымдағы қамыстан. Қурайдан да болады, жезден де болады, талдан, ағаштан жасай береді. Енді бұрын кездері қазір көріп отырсаңыз, міне санап алсақ, бізде қазір 6 ойық бар, және артында 7-ші ойық. Ол қазіргі кездегі дамытылған заманауи түрде. Яғни музыкалық түрде, хроматикалық. Яғни өзгеріске ұшыраған. Өзгеріске ұшыраған, дамытылған түр. Ал бұрындарда енді бізде кезінде 3 ойықты, 5 ойықты деп бөлінеді. Жалпы мен үйренгім келсе, неше айда үйрене аламын? Ең бірінші үйренбес бұрын енді бір қиындығын айтайын. Жасалу әдісі оңай бұл, негізі. Бұлай қарап тұрсаңыз қарапайым. Бірақ оңай жаңағы ойнау әдісі ұзақ мерзім алуы мүмкін. Себебі ең басты бір қиындық бұда дыбыс шығару. Неге десеңіз, мысалы салыстырмалы түрде айтсам, кларнет деген аспап бар, бұл европалық мәдениеттерінде бар, гобой, симфониялық оркестрде ойнап жатады. Қарап отырсаңыз, ойнаған кезде басында бір көмекші құрал болады олардың. Үрлеген кезде, жайған үрлеген кезде дыбысы шығады. Ал бұл аспапта ешқандай көмекші құрал жоқ. Көмекші құрал сіздің тіліңіз, сіздің ерніңіз, демалу, осының бәрі көмекші құрал ретінде саналады. Яғни басқа ешкімге өзіңіздің сыбызғыңызды ұстатпайсыз. Ол да маңызды. Ол да маңызды. Гигиена бар ғой. Жалпы неге сыбызғыны таңдадыңыз? Қиын екенін білмей қалдыңыз ба, әлде қиындығын білмей барып қап, кейін өкініп қалдыңыз ба? Қалай болды жалпы? Енді өзіміз жалпы өткен жылдар карантинда болдық, үйде болдық. Сол уақытта, сол бос уақытты пайдалана отырып, Алматыдан онлайн түрде, фольклорлық мектептен онлайн түрде? Онлайн түрде, Ержан Жанекеевтің атындағы фольклорлық мектепте онлайн түрде осыға бір 7 айдың ішінде меңгеріп алдым. 7 ай? Бір база дейді, базалық нұсқасын меңгеріп алдым. Енді өте қиын болды. Ешқандай бір оңайлық болған жоқ. Ешқандай бір түрде. Ең бастысы бұл жерде жаңағы айтқандай дыбыс шығару. Мен дыбыс шығарғанда бір күні бойы жүрдім. Мен өз музыкалық білім бар, бірақ дегенмен де оған байланысты емес. Білу бір бөлек, ал практикалық жүзінде ойнап көру мүлде бөлек. Неге десеңіз, мен сыбызғыны өзім жақсы көремін, бұрында естігенмін. Соған бір уақыт келмей, сәт түспей жатыр да. Енді осы карантинді пайдаланып. Яғни карантинді өте пайдалы өткіздіңіз. Ары қартай, басқа да саз сырнай деген сияқты аспаптар бар, үрмелі. Жалпы соларды үйренуге құлшыныс бар ма? Бар, жалпы барлық үрлемелі аспап болсын, басқа да өзіміздің ұлттық аспаптарды меңгеруге ниетім бар. Ал болашақта өзіңіз міне енді бастап жатырсыз ғой үйренуді. 1-2 жыл салғаннан кейін араға басқаларға үйрету ойыңызда бар ма? Әрине, біраз жылдар болсын, бірақ қазіргі уақытта маған ең басты өз білімімді шыңдау керек. Шыңдаудың бір жолы ол жаңағы оқу орындарда немесе курстарда білімді арттыру. Одан әрі де осы сыбызғыны, сырнайларды барлығын енді аспаптан аспапқа көше берем дейсіз ғой. Өте тамаша. Енді сізге қолқа салып бір күй тыңдасақ? Жақсы, әрине.